Бала болашағымыз. Осы орайда бүлдіршіндеріміз бен қала тұрғындарын қуантқан бастамаларға тоқталуды жөн көрдік. Өткен жылы астаналықтардың өтініші бойынша көп қабатты үйлердің ойын алаңқайлары мен ересектерге арналған спорттық алаңдар толығымен жабдықталды. Бұл игі іс биыл да жалғасын таппақ. Тұрғындардың қабылдауы қалай болады? Қуанып жатыр ма тұрғындар, балалар? Тұрғындарымыз қуанып жатыр, особенно балалар. Енді балалар ғой, сол күнде келіп сұрайды ғой, мына поле қашан бітеді, қашан ойнаймыз деп. Қазіргі таңда жаңа құрылыстың арқасында әдемі болып келе жатыр. Халықтың барлық қуанышты. Астананың кішкентай тұрғындары сырғанақ теуіп әткеншекпен ойнаса, енді бір шамасы футбол алаңдарында теңбіл доп қуалап, бой сергітіп келеді. Енді салыстырмалы түрде атап өтетін болсақ, дейінгі суреті мен қазіргі суретін көрсеңіздер, енді тұрғындардың көңілінен шығатындай. Себебі оған дейінгі ауланың жағдайы тым нашар болатын. Сондықтан осы тұрғындардың өтінішімен және ұсыныстармен осы ауланы халық қатысатын жоба аясында жүзеге асырылуда. Басты балалар дән риза. Кішкентай балақайларымыз да дән риза. Осы балаларды қорғау күніне жоспарлағанымыздай жүзеге асырып, бұл аулада ресми түрде тұсауын кескен болатынбыз. Бұған дейін аула ішіндегі көлік қозғалысынан балалар қауіпсіздік үшін алаңдаған ата-аналар қазір көңіліміз орнықты дейді. Бұрын балаларымыз деп ана жақтарда жолдың ар жағында барлығын нетіп жүретінбіз. Қазір балалар көзіміздің алдында мінекей тамаша немере шөберелер келіп жатыр. Ата әженің үйінің жанында не деп. Жақсы не ашылды деп. Өте қуаныштымыз, өте жақсы. Мынау жақсы болды, прямо бәрі көз алдымызда ойнап жүр. Немерелерім мен енді балаларым өсіп кетті ғой. Немелерім ойнап жүр. Қуанып, сонау талапкерден келіп жатыр. Жоғарыда айтқанымыздай, ала допқа әуес жасөспірімдердің сұранысы назардан тыс қалмаған. Ендігі жерде ойын баласының сүйікті спортымен айналысуына еш кедергі жоқ. Вот видите, детям радость нет предела нашей. Больше всего, наверное, мы рады, что детям есть где играть. Безопасно же, когда такое красивое футбольное поле, высокое. Да, поле классное, все хорошо, очень нравится. Играем каждый день, вот как открыли с 1 июня. Хорошие ворота, классная сетка тоже круто натянута. И то, что плюс, то, что оно высокое. Мяч не вылетает из-за сетки. Ойын элементтері мен абаттандыру элементтерінің сапасына келетін болсақ, тұрғындардың өздерінің қалауынан шығып қуанышқа бөлуде. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында халық қатысатын бюджет табысты екендігін атап өтті. Жобаның артықшылығы әрбір тұрғын қаланы абаттандыру үшін жергілікті бюджет қаражатын бөлуге қатыса алады. Соның арқасында тротуарлар мен пандустар жөнделіп, балалардың ойын алаңқайлары жаңартылды. Жылы Сарыарқа ауданында халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында 7 аула абаттандырылды. Бабатай ауылы 14, 16, 18. Қазір міне өздеріңіз көріп отқандай. Бабатай ауылы 6, 8, Кендала 2, Отауы 26. Түсірілім барысында алаңқайда кітап оқып отырған жастардан пікірлерін сұрадық. Достар, осындай керемет ауа райында біз бүгін жастардың пікірін білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн жастар, амансыздар. Сіздердің мөлтек аудандарыңызға келіп қалдық. Сіздерден кішігірім бір сұраққа жауап алсақ. Біз сабақтан кейін әрдайым осы жерде отырамыз, сабақ жасаймыз. Маған бұл жер ұнайды. Бірге отырамыз, бірге уақыт өткізу үшін жасалған істер. Ұнайды маған бұл жер. Жасақталуы, спорт алаңдар, жасақталуы, дизайны, тазалығы ұнайды ма, көңілдерден шыға ма? Негізі көңілімізден шығады. Балаларға да, жасөспірімдерге де бәріне сай қылып жасалған. Күшті. Ағаштар
адамдарға көлеңке болып тұратын ұнайды. Абаттандыру ұнайды ғой сізге? Иә, мынандай ағаштармен, солар ұнайды. Рахмет қыздар, орта толсын. Қазақта 100 жылдығын ойлаған халық ағаш егет, 1000 жылдығын ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді деген нақыл сөз бар. Ал саналы ұрпақтың салауатты өмір салтын ұстануы, жарқын болашақ бастауы. Аталған бағыттағы жұмыстар мұнымен толастамақ емес. Өйткені бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету баршамыздың борышымыз.